Сәлеметсіздер ме? Сіз өзіңізді бақыттымын деп есептейсіз бе? Зерттеулер көрсеткендей, әрбір 4-ші адам өзін бақыттымын деп есептемейді. Сонда бақытты болудың белгілі бір ережесі бар болғаны ма? Әрине, бақытты болу кез келгеннің үйрене алатын өмір сүру салты. Сондықтан өзіңізді бақытты болуға лайықтымын деп санасаңыз, видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бақыт деген не? Біреу материалдық байлықтан іздейді, бірақ ертедегі грек философтар айтқандай, адам қанша байса да бақытты болып кетпейді. Оның бойында бір үрей, қорқыныш бар болады. Сол сияқты жиған тергеніңді о дүниеге алып кетпейтінің тағы бар. Бірақ бай қуатты өмір сүрудің еш сүйкеттігі жоқ. Жаманы байлық қуу бірінші тілегің болмауы керек. Сонымен нағыз бақыт дегеніміз не? Ол көңілді отбасы, сенімді қарым-қатынас, қорқынышты сезімдердің болмауы, өзара сүйіспеншіліктің болуы, балалардың амандығы, жан-жануарлар мен қоршаған әлемге қамқорлықтың болуы. Бұл тізімді шектеусіз жалғастыра беруге болады. Мәселен, сүйікті жұмысың, спорт, оқу, сүйікті сериалыңды көріп рахаттану. Бірақ ең бастысы ол өзіңді табу, өз адамыңды және өз міндетіңді табу, міне нағыз бақыт. Бүгін мен сіздерге бақытқа апаратын 10 тәсілді айтатын боламын. Соны жазсаңыздар, міндетті түрде бақ құсы басыма қонды деп есептей берсеңіз болады. Бірінші кеңес – өзіңде бардың қадірін білу, бағалау. Шүкіршілік ұлы күш. Оны көбіміз мойындай бермейміз. Өзіңде барға шүкіршілік етуден үлкен жол басталады. Барға қанағат, жоққа сабыр демекші, барға шүкір айту діннің барлығына тән. Себебі жаратушыға өзіңізде барды бағалай білетініңізді айтып отырсаңыз, одан да үлкен нығметтерге ие боласыз. Ал оны асынсаңыз, одан да айырылып қалуыңыз мүмкін. Тіпті кездескен сәтсіздік пен кедергілерге де сабақ, тәжірибе берген үшін алғыс айтып жүріңіз. Екінші тәсіл – өзара сүйіспеншілікке бөлену. Сүйіспеншілік сезімі екі жақтан да бірдей болуы маңызды. Қаншама адам осындай сезімнің кесірінен жылады, әлі де өздерін байғұс сезінуде. Бірақ бұл қате. Әрине жүрекке әмір жүрмейді. Біреудің ұнатқаны екіншіге ұнамайтыны сияқты, сіз шын сүйген адам сізді солай ұнатпайды екен деп шағымданудың қажет жоқ. Өзіңмен бірге болғысы келмейтін адамды жіберген кезде өзіңізді шын құрметтейтін адам кезігеді. Үшінші тәсіл – көп уақытыңызды жақындарыңызбен, достарыңызбен өткізіңіз. Ата-ана, әже, аға қарындас, ата, апа, сіңілі бәрін де сыйлап құрметтеңіз. Көңіл көтеретін жерге бірге барыңыз, ойын-сауық ойнаңыз, олармен бірге көбірек дүкен аралаңыз, фильм қараңыз, хал-жағдайларын жиі сұрап тұрыңыз, бірге қыдырыңыз, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Төртінші кеңесім – өзіңізді өзгелермен салыстыруды қойыңыз. Ол көреалмаушылық сияқты жаман әдетті туғызады, әрі өзіңізге деген сенімділікті азайтады. Жұрттың баласын көрдің бәні дегенді бәріңізде естіп өскеніңіз рас. Енді өз балаңызға да соны айтасыз. Бірақ бұлай салыстыру бала психикасына орасан зор нұқсан келтіреді екен. Сондай балалар кейін өскенде жасық, ынжық, өз-өзіне сенімсіз, көреалмаушылық, үздіктер синдромы сияқты жаман қылықтардан зардап шегеді екен. Бірақ ата-аналар мұны жақсы болсын деп айтады, ол елеулі қиындық тудыратынын ойлай бермейді. Ал енді қазір өзіңіз ғана, тек өзіңіз ғана осындай жаман әдеттен тазара аласыз. Бесінші кеңес – өзіңнің санаң мен түп санаңды басқара біл. Бұл үшін аффирмациялар, дұғаларды қолданған дұрыс. Мұндай жаттығулардың жақсы әсері туралы халқымыз ежелден біліп, жақсы сөз жарым ырыс деген. Алтыншы – өзіңді жақсы көр. Өзіңді жақсы көруден басқа адам мен қоршаған әлемге деген сүйіспеншілік басталады. Өзімшілдік пен өзін жоғары ұстау, асқан тәкаппарлық – бұлар сүйіспеншілік емес, психолог көмегіне жүгінуге жетелейтін жаман әдеттер. Өзіңді қалай жақсы көруге болады? Қарым-қатынас тұрақты берік болса, егер жұптар арасында шынайы сезім болса, не істер еді олар? Бірге әңгімелесуге асығады, бір-бірін қуантқысы келеді, сыйлық бергісі келеді, тағы басқа. Міне, көпшілік ішінде өзіңе осыны жаса, өзіңді еркелет, өз бастамаңа қолдау таныт, өзіңе ұрыспа, өйткені сен үздік болуға лайықтысың. Өзіңе медитацияға уақыт арна, дәмді дастархан әзірле, сәнді киім ки, ең үздік фильмдерді көр, айналаңа ең керемет адамдарды жина. Сонымен бірге есте қаларлық саяхаттарға жиі шығып тұр. Өмір бір-ақ рет келеді. Сен де жалғызсың.
өзіңді жақсы көруден өзгені жақсы көрудің пайда болатынын ұмытпа. Бір кез тоқтап өз сезімдеріне талдау жүргізіп көр. Осылай ғана қарқынды даму басталады. Мен кереметпін, ал басқалар осал, немесе басқалар менен артық деп ойлай бастасаңыз, онда осының бәрін қайтадан бастаңыз. 7. Кітап оқыңыз. Кітап білімнің қайнар көзі екенін бәріміз білеміз. Миды да кітап оқу арқылы жаттықтыра аламыз. Кітап жанрын ауыстырып, қызықты кітаптарды пайдалы кітаптармен кезектестіре оқуды әдетке айналдырыңыз. 8. Кеңесім: жан-жануар не құс асырап бағу да мейірімділікті күшейтудің, өзгеге жылу сыйлаудың керемет жолы. Себебі өсімдікте, құста, жануарда сүйіспеншілік пен махаббатқа лайықты тірі ағза. Халқымыздың көшпелі өмірде 4 түлікті баққаны, қыран бүркіті мен ақылды тазысы болғаны, ауласында бақшасы болғаны жайдан жай емес екенін біліп отырған шығарсыз. Әсіресе қазіргі күні адамдардың табиғатқа деген жанашырлық сезімдерін күшейту үшін осы тәсіл өте қажет сияқты сезіледі. 9. Жағымсыздықтан арылу. Біз қазір толассыз ақпараттар ағынының заманында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан жиі-жиі ас ішу тәртібін қадағалап, бойымызға жаман ақпараттардың сіңуін болдырмауымыз керек. Ол үшін жаман ақпараттарды тыңдамаймыз, әлеуметтік желіде не болса соған жұмсаудан арыламыз. Керісінше күлкілі оқиғалы кинолар көру, қызықты мультфильмдерді көру, қызықты видеоларды дамытатын кітаптарды оқи отырып, өз-өзімізге жағымды ақпараттарды сіңіруге өзіміз қызмет етуіміз керек екен. 10. Кеңес: сенім орнату. Өмірге сеніңіз, өз таңдауыңызды жасаңыз да, дәл солай болып жатқанына сеніңіз. Сәтсіздік те табыс әкеледі. Керек емес адамдар кетеді, керек адам өміріңізге келеді. Кетем дегеннің шалғайына жабыспай, келем дегенге есігіңізді ашыңыз. Мыңдаған жылдар бойы айтылып келе жатқан осы бір өмірге, келешекке, жаратушыға деген сенімділік тудырудың тамаша жолы. Ненің күтіп тұрғанын білмейміз. Қалай нені жоғалтып алатынымызды, қалай нені табатынымызды да ешқашан білмейміз. Тек қана күмән мен күдікті жіберіп, басымызға сенімділікті орнатып, тағдырға бетпе-бет қарап, тағдырыңызға қарсы жүру ғана қолымыздан келеді. Бәрі жақсы болады. Қалай ойлайсыз? Сіздіңше адам өмірін бақытты ету неге байланысты? Егер видео ұнаса, жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.